мен сырбат телжебеге жамандамаңдар ертене. Жоқ. Ha? Жоқ. Sırvat jamandamайсыңдар ма? Жоқ. Ha? Каждыйында осындай жер бар, 3 көктөр, 4 көктөр. Кім қауын егеді, біреу огород егеді, мақта егеді, биді егеді, шемішке егеді. Может, стадион сасаң да бәрібір. Таш атық қойып стадион. Өз еркіңде да жер. Жердің налогын төлеп тұрасың жылына. Вот сондай. Анау жет хорошо дейді ғой, хорошо жет шолучы деп сол сияқты өмір сүріп жатыр ғой адам бар өстіп. Енді басқа жұмыс жоқ бұл жерде, жерден басқа. Жастардың бәрі Астанаға кетеді жұмысқа, Алматыға кетеді. Жер барлар жерге қарайды. Осы жұмыс. Олар таң атты келіп тереді олар. Таң ат тереді олар. Енді сол Өзбекстаннан келгеннен кейін жағы неге жұмыс істейді де олар енді. Біз қазақты жалқау деп жатады ғой. Біздің қазақ жалқау емес негізі. Қазақ жалқау бірдеңе бая диқаншылық қыламайды. Диқанның бәрін өзбектер қылады. Қауындар бізге алмайды. Өзбектер қылады деп. Қазір қазағың озып кетті өзбектерден. Өзбектер қазақ қолынан соғатын болды. Капустаны қазір қазақтар егіп жатыр. Дарбызды қазақтар, қауын, помидор бәрі осы жерден шығады. Бәрі қазақтар егіп жатыр. Қазір институт дипломды түркілеткен мына сияқты қанша жастар бар. Жұмыс жоқ қой бәрі жүр. Өмір үйретеді. Өмір бәрін үйретеді. 20 жыл түрмеде отырып келіп жатыр ғой адам. Өмір үйретеді. Кешкі 7-8-ге дейін мақта теремін. Үйде енем бар, тамақ, шайым дайын. Азанда балдарымды жайғастырып, шайларын беріп мақтаға шығамын. Бізде мақтаға дейінде бұлардың мақта шабықтары болады, мынандай чеканка тазалаулары болады. Яқта көп картошка, сады, пияз егіледі, помидор, капуста егіледі. Сондай жұмыстарға шығамыз. Бізде білімі барлар сол больницада неде істейді, мұғалім бол, балабақшада. Білімі жоқтар көбінесе осындай жұмыстарға шығамыз. Өзімнің 5 балам бар. Соларды бағуым керек, өсіруім керек. Үйіміз үлкен. Қайным, бәріміз бір семьяда тұрамыз. Енем бар. Атам қайтып кетті былтыр. Бізде қазір газ бар, су бар. Осыдан 2 жыл бұрын ол болған жоқ. Бізге су тасып, газ жоқ, от жағып қиын болды. Қазір енді жақсы. Газ қосылған, жұмысымыз жеңілдеді. Бұрынғыдай тандырға нан жақпаймыз, су тасымаймыз. Сонда да қиын, ауылшаруашылық жұмыстары қиын. 21 мыңды шыққандарға шығарып, шықпағандарға шығармай жатыр. Мысалы бізде сенің малың бар, дақылың көп деп шығармай жатыр. Болмайды деп жатыр. Одан да өкімет ол ақшаны беріп, анандай бір беріп, бір бетіне қиналғанша, балдардың әлеуметтік ақшасы бар, льгот дейміз ғой. Сол ақшаға былай қосып қойғандар жақсы. Сәл көбейтіп та, сонда ешкім 21 мыңды ойламайсыз та. Ана ақша жетіп тұрады, мысалы 30-40 мың болса, алмай баланың шығындарына кетеді ғой. Тамағы бар, мекені бар, ауратыны бар. Күйеуім малмен айланысады. Осындай жер бар, бұяқта бәріне пайға жер берілген. Өзімізде 4 гектар жер бар. Соған қарайды.
Biz ауыл шаруашылық жұмыстарына шаршаймыз, ауырамыз. Ертең қатты жаңбырларда, көктемдерде суықтарда жұмысқа шығамыз. Бәрі шыға береміз. Ол көктемде ерте егіл керек қой қапыста. Ерте егілмесе ерте піспейді ол. Суыққа қарамай шығамыз. Салқын болады ол кезде бәрібір. Жерде қар болады кей кездерде. Жақта ерте піседі. Помидорда, неде, шарағат сияқты да. Ерте өндіріледі. Карбыз, қауын егіледі. Ойлаймын, үлкен қызымды 7 айдан мектепке түссе деймін да. Неде больницада уақытымен таза болып істесе деймін. Одан кейін қызымды мектепте сабақ берсе деймін. Себебі қазақ тілі сабағынан жақсы да. Кейінгі қыздар балаларында білім алса, біз құсап полияда жүрмесе деймін. Қиналмаса, көз ашық болса әйтеуір. Дұрыстап, қара жұмыс істемесе деймін да, былайша айтқанда ше. Қара жұмыс дейміз, енді бұнымыз. Мемлекеттік жұмыстарды істесе деймін. Ойын болғанда біздің мектептерде мысалы кружоктар жоқ. Қыздардың үйірмелеріне, үйірмелерге қатыса деймін балды. Мысалы, ұл балдарымыз бокс, басқа спорт түрлері дегендей. Бізде онда мектепте жағдай жасалмаған. Мектепте бала саны сыймаған екен, екінші мектеп стройка жүріп жатыр. Түсіріп кетсеңіздер болады мынау жолда. Турау үлкен болған екен, бала саны сыймай жатыр. Қосымша сондайларды сосын ашамай жатқан шығар. Мектепке баратын санын білмеймін, әйтеуір сыйыспай жатыр ғой, ондай. Қосымша сабақтар өте алмайды да, бала саны көп класстарда. Бізде қолға киіп бетімізді жауып аламыз, себебі басымызға киіп алмасақ күн өтеді, күн ыстық, жолымыз жарылып кетеді, беліміз ауырады, аяғымыздан күз өтіп, бүйректеріміз ауырады, қаптарымыз ауыр. Бұл өте ауыр жұмыс негізі. Қолдарымыз жарылмау үшін да қолдақтарды киіп аламыз. Болмаса қапқан болып жарылып күйіп кетеді, қапқан болып кетеді. Күйіс көп, жарылып кетеді. Бетіміз жаумаса, бетімізді жарылып күйіп кетеді. Нұрбол, қышқан апат па жәнеға? Қабың не болды? Қышқан апат па? Боши. Аны тұрған оның қолында. Ана қолында тұр ғой. Аны. Жер проблема болды да. Жер проблема болды. Бір жер анандай табалмады да, жақсы. Қалатын. Негізі бір жылда бітіп беру керек болды. Kayıttın bari kurda tutacak. Şimdi kayıp olmadı. Al. Al жаққа балдарға жетіп жатыр ма пиялай? Пиялайыңдар ма балдар дейді? Бар ма пиялайлар? Алмай. Бұлай да. Алматыда қайын күнде айтады, мен алып неге? Весной перед посевом поливаем. Обязательно. Если не поливаешь, расход 50% будет. За полив гектара зимний 2600, а летний 2400, по-моему. В этом году что-то тариф толстый просился. Потом культиватор надо. Так, щелка на березне.
Я не по порядку айтайын да. Пока-то пойдет. 15 тысяч гектар. Раз, да? Потом полив. 2400 тенге гектара. 2400. Одан кейін барана келеді. Ол не? Барана да кәдімгі. Жоқ, жыртады. Пақата деп қойдым. Бұл жыртады. Найза, қазақшасы, найза десең. Қазақшасы найза дей береді, түсінбей жатыр ғой. Жинше, барана не дейді да, найза деймін да барана. Поле, да, вот поливаем. Потом, чтобы подровнять, ходит барана. Вот такие зубы. Зубчатые трактор тартады онда. Тоже 3000 гектар. 2 раза надо после полива обязательно. Итмесең ана рыбак болады жер, топақ. Он қылу керек, оны шығару керек. Потом чижил, гектар 4000. Солярксы өзінен ғой трактористің. Потом еще один раз барана перед посевом. Еще посептың өзі 3000 гектар будет. Чем? Трактором. Селка, ой селка. Ой, өшірет болады онда. Түнде еккенбіз біз, ночью. Күндіз тимейді. Жарық бар кезде загон сабалады и все. Ай, мейлі, да? Сәл, пока светло, один раз селка барып келеді да, потом, что прямо было. Вопросы есть? У матросов нет вопросов. Еще 2 раза поливаем. Между первым и вторым поливом трактор 1 раз культиватор ходит. И чеканка тоже трактор. Чеканка охотчысымен 5000, короче. Ой, дальше много еще. Айтып жатырмын ғой соны. Окошкасымен 5000 деп. Короче, 85-90 мың кетті ғой уже расход. Ар жақта 100 болса, 130 болса не қалады 40 тысяч. Оны сразу айдатасың ертең. Мына болғаннан кейін. Доход мало вообще. Вот 25 теңгеден беріп бардым ғой келасын. Еще вот Тараздан жейдан яқтан ұрады. Сен 2 тонны апарасың да, обязательно 150-200 килограмм не хватает. А ты равно будешь платить, им обязан платить. Сборщики не виноваты, правильно? Ау! Ой, если дождь пойдет, да, вот скидка, прямо полтележки скидка пойдет. Почему? Мокрый и тяжелый деп. За сырость, да, короче. Крестьянские хозяйства, да, бұның бәрі. Мелкий, крупный уже производственный кооператив плодовый. Здесь мелкий, у меня 4, у него 3, у него 5. Ең крупный 15 гектаров. А так мелкие крестьянские хозяйства. Выгода совсем мало. Бір ай ақшаны ұстайсың ба, ұстамайсың ба и пошло. Бір бәле алайын десең, мыняға жетпейді. Проблема много же, қызымка. Он айта берсең таусылмайды. Ой, вот 3-4 завода есть здесь, которые хлопок принимают. Они договорятся между нами, между своими. И цену ставят 130 или 140. Все, ешкім көтермейді. А то она покупательдер келгенде Арабиядан. Шейхтар, богатые. Они 200, оларды қуып шықты. Беларусьтан келген покупательдер. 180 деп. Bunu мақтадан оларға выгодно. По всему миру Китай первое место занимает. Но неполноценные вот это, щит бар ғой, щит не дейді, семена. У них погода, олар ана жауынды бар ғой. Снаряд атып бұлт қылады екен да. Сөйтіп бір атып жіберсе тоқтамай қалыпты жауын. Шайып кеткен күрішінде мақтасында. В этом году у нас тоже было 2 дня по 47 градусов.
Сол кезде су қойып алсаң қалады, су қоймасаң күйіп кетеді тамам. Біздер первый год 16 тоннаға мөлшерден 40 центнерден. А потом пошло, ақша бермейді, тарқап кетті бәрі. 200 килодан дәрі, қарғы жабысып қалды. Селитраны айтпаппын ғой, айтпақшы, селитраны. По 75 теңге купили каждый килограмм. Өкіметтің бергені где-то 59-60 теңге. Олар аз береді, сами покупаешь. Мынаған 300 килодан, 400 килодан, 500 килодан бере берсең, мыналар жапырақ дәу болады көшектер. Көшек дәу болғаннан кейін мақта салмақты болады. Экологичность не волнует никого. Лишь бы урожай взять. Он жазымен еңбек қылды, теріп, суғарды, шапты, үйтті. 10 центнерден аса не қылады? Бала шағасына жетпейді, өзіне жетпейді. 4 ағайындымыз бар, 5 ағайындымыз ғой. Өзіміз сек, Қытайлар құсап сек ашып алымыз керек та, балақына шығарады. Балақынаны любой дурак возьмет. 1-2 миллион қаражатпен мелкий сек ашуға болады енді. Онда да 15 миллион теңге керек. Вот Китайға мені келіні барып қайтты. Каждый улице несі бар ғой, шашликтер. Анадан жақпады ма табар анаға барасың. Пустой жүрген ешкім жоқ дейді. Onları var, kesin daha bir teleş kurumlar. Anda yok mu bu? Öyle sindirmezsen de. Hayır da yok mu? Kalsa bana gel. Sen birini kaptın mı?
막도 өткізесің ба не? Көз ашқалы осын тереміз ба? Мақтаны. Кішкентайынан. Жазғын шалуасын бұны. Мектептен не болсын? Күз кезінен да? Қайтып тұрмысқа шықтық қой, тағы осын жалғасып жатыр. Осы өмірі болған екен да? Ол да уақыт жаңбыр болса қатқалақ деп жыртады. Тракторменен қатқалақ өспей қалады да мақта. Ол да оның несі де бар, жауы да бар, құрт жейді бұнда. Құрт жеп қойса болмай қалады, көсектер болмай қалады. Сосын оның бәрін еңбек, дәр шашады, жеп қояды ғой. Қанша жұмысы барды, осын теріп алу үшін ше. Соған еңбек етеді, қанша ақшаң далаға шашасын, оны ертең күзде жинап алам деп та, тұрсасын ғой. Соны папаларымыз, аталарымыз істейді осылар. Біз осы шабығына шығамыз, шеканкісін істейміз, жегенесін қыламыз. Қатқалақ болса бір теміріп алып жыртасын. Ана теміріп артын, трактор болмаса да енді. Трактор жүрмейді, қатқалақ теміріп алып үстін жыртып кете бересің. Ана кішкене босап, өсу керек қой сыртқа шығып ше. Сонда мен еңбегі көп та бұнда осы мақтаны алу үшін. Соны аласын заводқа өткізесің, қандай ақшаға болса да. Арзан, мысалы үшін, баяғыда 3 теңге еді ғой. Біз өз қыз кезімізде, қазір 25. Ертең 40-қа дейін барады осы. Ноябрь уже болса бар, 40-50 теңгеге барады. Осыны тергізетін адамдардың өзі расходта, шығыны көп болады да. Ал теріп отқан адамдар осы кішкене ақша ұстайды. Сондай да, екі жақ теңбе-тең да енді. Бересің, қайтып аласың сол. Заводқа өткізесің, оны аяқта күтесің. Не болады бұндай? Неге сақтауға қояды, храненияға. Сақтауға қояды, оларда ақша болмайды заводта. Оны күтеді, осына нәтижесін алу үшін ше, қанша еңбек етеді. Қазір адамдар комбайн болып кетті ғой қазір. Адамдар аз. Комбайн салады. Сол терім ғой деп. Бір-біріне шығады өстіп адам. Көмектеседі да. Неған шықтың ғой ертең, оған шығайын деген сияқты. Мақта басталғаннан, осы күрсесін қабың дайындап, күз басталғаннан. Жаңбыр жаумасын деп тілейсің. Жаңбыр жауса мақтан сені астап түседі. Не болады, шығып түседі ғыларға. Клей болады да, мақта қараяды. Сосын ол заводта бағасы төмен болады оның. Еған сол істей берсең, соны диқан баба боласың да. Істей берсең. Осында өрік та істеп. Мектеп салынады деп, әлі салынған деп қойған. Центрге барады мектепте балдарын. Жол түскен жоқ. Әні-міні дейді, әлі жүр. Соған көніп кеттік қой. Бес болғаннан қазір үйге жол жейсің. Алып сересің ба.
Бұлар өткізген екен, ақшасын береді. Кесіп. Таңертең нешеден бастап шығасыздар? Таңертең 7:30-нан келеді. Ерте шығады біреулер, балашықтар да. Мен балабақшаға берген екен, кеш шығам, өзім жаяу ерім, жақын жер болған екен. Баламды Налябайға жіберем. Екі баламды садикке машина күтіп тұрам. Сөйтіп 10:30 болады, үйден шығам деген. 10:30-да осы жерде болам ғой. Ешкіден серіп қайтам. Үйге барып тамағың бар. Сүйегің бар, басқан бар, соны үш болады ғой. Мамандығымда мектепке дейінгі даярлық топта. Ол мектеп салынса кірем деп қойып оған кіру үшін мектеп салыну керек қой. Мектеп салынса кірем деп оған ақша сұрайды олар. Ақшаны қайдан аласың? Диплом қалады да сөйтіп. Оның екіншістерім бар айтпақтай. Bir terip aldın da, şimdi екінші тересің. Өзі бұны қазір сентябрь болса, одан кейін октябрьдің орталарында жетінші терін тереді. 2 терет болды. Сосын оны қозапия қылады, ор жер. Адамдар көп болса ерте бітеді. Аз болса жүресің, бір айға дейін барасың. Өзің мен өзің да жүресің. 1-2 күн, ар күн адам шық, маған шық деп жүреді бәрі. Ағайындылар болса бір-біріне жабылып кете береді. 2 теріп алып болды, отырасың ғой. Қалған малға жібересің, жеп қояды бәрі. Мен жерді қыста айдап тастайсың. Ендігі жылға дайындайды. Суғарады бұнда жерді. Әркім әртүрлі егеді бөлесін. Жоңышқа егеді. Салға береді күрішке. Сал егіп тастайды да, демалсын дейді жерді. Мысалы үшін сорланып кетеді, мақта бүйтіп ашылмай қалса, шаршаған болады жерде. Біреулер салға береді, біреулер жоңышқа беріп тастайды, айтып. Егіп тастайды. Енді мақта егеміз ғой басқа. Қауынды еуге болады, дарбыз еуге болады. Жер күшті емес мына жер. Соль ес. Видишь, белый. Мына жақтың жерлері дөң. Дөңге жақсы болады да аккурат. Мынандай сорға мақта егуге деді. Қызыл жақ аппақ сор ғой. Мына сор. О, аяқ жағы вообще. Машаллах. Мақтасы келді ғой. Ой, мақта егіп бастаймыз. Сонымен петакқа тұрады екенбіз. Ол жерде де ачып шай ішуі бар екен. Ана келген кезде салады екен да анау клиенттерге да. Машинамен келіп тоқтайды ғой, жүгіріп, петактан барады. Біреу ананы сілтеді, біреу есігін алдын сілтеді. Ол жерде ачып шай ішуі бар екен. Сөйтіп, бір әйел келді. Қытайский жеп екен сияқты. Барлық бармыз. Сөйтіп, ананы айтты осындай. Қызыл, китайский ма, мені жеп дейді әйтеуір. Біреу сол жағында. Сол жағы айтты. $50 берем деді. Не істейміз? Адам өлтірмейміз, қаған бәрін істейміз дедік. Адам өлтірмейміз бірақ. Мінгізіп әкетті, сен сияқты жалаңбас қыз орысша сөйлейді жандегі. Қаяққа баратырмыз. Сөйтіп, бұл қаланың шетіне шықтық. Айтты,
Дүйек дейді, дүйек дейді ма, сүйек дейді ма, әкең ауызсыз дүйегіне соның адам екен ғой деп, соны деді, копать етеміз деді. Орысша жақсы білмейміз ғой, Қотырауытшаны жібереміз ғой. Соны похоронить етеміз деді. Бопты. Бірдеңесі қайтыс болған екен ғой деп сөйтсек, ол әкеңнің ауызсыз мышық екен. Мышық екен. Дүйек дейді ма, сүйек дейді ма, оны Астананың шетіне барып қазып мышығын. Мышыға мынандай мышық өліп қапты. Дүйек дейді ма, сүйек бір бәле дейді атын. Соны копать етіп көмдік мышығын. $50 берді ғой, сонымен жетсайға қайтып қапты өзінен. Мәні. Сөйтсек обыр баласы ма бір бәле өліп қалған екен қобыз бишараны деп жүрсек, мышық екен. Дүйегім дейді ма, сүйек дейді ма, әкеңнің ауызсыз дейді. Сондай да қызық болған. Оған қайғырып жүр мышығына. Баласы ма бір бәле өліп қапты деп сөйтсек, дүйек па, сүйек па, мышық екен да. Son mышығын көміп похоронить етіп қайтқанбыз. Мысалы, мына жерде бар адамдар 150-130 тереді. 2,5 мың теңге болсын. 2,5 мың теңге күніне. Күніне. Иә. Оның 2,5 күніне болғанда ол все равно оның үйінде май алу керек, балдары оқиды, нан алу керек, сүт алу керек балдарға, дәптер алу керек. Иә. Конечно, жетпейді. Не болады ол 2,5 мың? 2,5 мың теңге не болады ол? Bir qap onun 5-6 мың әзір. 6 мың, 6,5 мың. Ол не болады? 7 мың, иә? 7 мың болды ма? Мына 7 мың болыпты бір қабың. Не болады ол? Мейлі анандай аз семья болса, семьяда мысалы аз болса, 1-2 баласы болып, не болса, енді оған содан жетпейді, бірақ енді нормальный болып тұрады сәл-сәл. Көп балалы семьяға не ол 2,5 мың? Көп балалыға. Көп балалыға дым болмайды. О, биода жетеусейден бар ғой ағашында. Иә. Қазақтың сән қойметерінде қуа берген ғой. Еркектердің айыбы. Нелері бар тудыра беріп. Бұдан айтпағансың? Өздерін тыныш жүрсіңдер ме десең? Иә, өздерің тыныш жүрсеңдер, солар көбеймейді. Өздері қоймайды дейсің. Иә. Анандай. Бәрі халықты ойлап атқан ешкім жоқ. Халықты ешкім ойламайды. Ешкім ойламайды. Шенеунігің бар ма, басқасы бар ма, депутатың бар ма? Алғандары алып атыр. Не бір байлар, жері барға бермейді. Жағдайы жақсыға бермейді дейді. Не бір жағдайы жақсы жиып мініп жүрген адамдар да сол 21 мыңды алып атыр. Ала алмай жүрген бір бейшаралар жүр, алып атқан адамдар көп. Алып атқандар бар. Иә, сол кімнің қалтасы тола болса, сол алады 21 мыңды. Иә. Кімнің қалтасы пустой, ол ешқашан 21 мың арқасынан жүгіре береді. Ана справка әкел, мына справка әкел, ақша бер, 10 мың бер, 15 мың бер, 5 мың бер. Сонымен бейшара әртен шаршап, қалтасын тесіліп, зорға дегенде әйтеуір 21 мыңды алатын шығар. Оны да алалса. Ақырында спискада жоқсыз деп келеді. Зарплатаң хватит деп. Анау жоқ, мынау жоқ. Документ қайтара береді ғой, айналып қайтара. Иә, ақша істеу керек та. Өкімет неғып отыр соны ақша істемесе? Өкімет қам емес қой. Алдым пайдасын көріп алып, кейін барып халыққа береді азын аулақ, соған халық мәз. 21 мыңды алдым. Айта берсең сөз көп, қызым. Құдайға шүкір деп, тыныштана, әзір бір сөз айтсаң да біле қаласын. Басқа жұмыс жоқ болғаннан кейін еркектердің бәрі кетеді, бала-шағасын, семьясын тастап. Астана, Алматы, қайерде ақша болса, сояқта жылдап істеп. Әйтеуір күнін көріп атқан халық қой, әйтеуір. Аяғым ауырайды, белім ауырайды, содан кейін ғой отырып алып терем. Анау сіңлім бар ана жерде. Зулия ханым. Енді оған мен жете алмайым. О 40-ын тереді.
Сіңліме ешкім жете алмайды. Да? О, қырғын терет, 300-ге шейін теретін еді. Енді биыл сәл шаршап қапты биыл. Енді тапқанымызға қанағаттап, енді халық нені көрсе, соны көреміз да, бәріміз. Көреміз да, енді бұйырған нәрсені келecek. Енді біз өзіміз енді союз уағында жасадық, жақсы жасадық біз, еш кемшіліксіз. Әке-шешеміз алдымызда, не жейміз, не ішеміз демедік. Рахаттанып жасадық. Просто үш немерем бар да, соларды ойлайсың да, олардың келешегі не болады, соны ойлайсың. Әйтпесем, біз ғой енді жасап болдық қой, көрдік, жедік, іштік, жақсы жасадық. Просто неберелерім жалқа болады, не болып кетеді екен келешегі. Қазақстанның бастықтары өзінің халқын ойласа, өзінің қазағын қаңғытып қоймайды. Не бір жерлері жатыр, не бер соның бәрін азын аулақ қылда кембағалдарға. Жерді бер, үй салсын, бір жерді абат қылсын, сүйерді қала қылсын, халық қам салып, жасасын. Бірақ халықты ешкім ойламайды. Ешқандай. Себебі чиновнигің де бастықтарың, дәулерің бәрінің қалтасы тола, банктері тола шетелде. Барлықтарының. Үй жайлары бүтін, 4 құбыласы түгел, халықты ойласа сөйтіп, өзінің халқын қорғылама дәулер. Халықты ойламайды. Халықты ойласа берсін, сол жерлер бекерге жатпайды. Мысалы, сол жерлерді үй салады, огород егеді, мынандай мақта егеді. Бір 5-6 жылдан кейін барып қараса, сол анау жерді өздері танымай қалады сол бастықтар. О, осындай болады екен ау деп. Адам істейді ғой соның бәрін. Өзі үшін істейді, бала шақасы үшін. Оны бермейді. Олар қайтып біреуге сатқанды жөн көреді. Бер жіберген, беріп, ешкім тегін бермейді ғой. Қарызға берген, бүйтіп сатып жібергенді жақсы көреді. Жүреді сонкейін қазақтың халқы сандалып. Қытайға кетеді, баяғы Россияға кетеді жұмыс істеуге. Баяғы және бір жаққа кетеді. Әйтеуір кетеді, әйтеуір қаңғырып бала шағаны бағайын деп. Халқы ешкім ойламайды. Білмейміз не болатын енді. Халықпен көреміз да. Қытай болып кетеріміз. Уже енді Қытай тілін 2-ші класстан бастап 2020-дан ба? Пәленбай мың кітап келіп 2-ші сыныптан уже Қытай тілін үйренем деп жатыр. Үйрет деп жатыр балдарға. Балдар өзінің, кейбір балдар бар, өзінің ана тілін білмейтін балдар да бар ғой. Одан да өзінің қазақ тілін үйрет оған. Қытайдың тілін не керегі бар оған? Миын аштық. Керек болса, ертең дәу болса, оқимын десе, оқып үйрене береді өзі. Одан да өзің ана тіліңді үйрет. Шет тілін үйреніп, оқи алмайтын мысалы балдар. Енді Қытайдың тілін қосып қойген. Кем Қытайдың тілі жетпей тұрады. Көреміз да, бір мәнісі болар. Өліп кетпесек. Неше күндік өміріміз бар. Просто арқада қалған жас ұрпақтарды ойлайсың. Келешегі не болады екен? Байлар бай бойынша қала береді, кедейлер кедей бойынша қала береді. Ертең Құдай біледі, Қытай шынымен Қытай болып кететін болса, әзір жұрттың бәрі шулап жатыр. Қыздар, балдарымыз құл болып кетеді ма, кім біледі? Сау бол. Ояғын бір Құдай біледі. Құдайым, көрсеткен күніне шүкір. Murat, kanat mağa. Ерхан қанша? 11. Ерхан 11. Апаң азал.